Ай жылаған түн. 3 бөлім. Айжан әлі күнге дейін Асылбектің айтқанын аса жақтырмаса да, оның мінезін біле тұрып, Динараның тойына бекер бардым деп өзін әлі күнге сөгеді. Келмегенінде мүмкін өмірі өзгеше болар ма еді. Әттең, Алланың жазуын көрмей көріңе кірмейсің дегендей бәрі сол тойдан кейін басталды. Өмірі 180 градусқа өзгерерін білгенде ғой, шіркін, деп бәрін қатты қайғырып есіне алады. Иә, Динараның тойы керемет өтті. Тойда қыз жолдас болып Айжан да көңілді жүрді. Асылбек асаба болып тойды керемет өткізді. Арасында келіп амандасып, сонымен Жетісайда қалғың келмейді ме, сұлуым, деп бір рет сұрады. Айжан күліп басын шайқады да, жоқ дегендей ишара жасаған қалпы күліп кете берді. Одан соң Асылбек бұлардың столына жоламады. Той аяқталып қонақтар тарай бастағанда қызметін жақсы аяқтап оңаша бөлмеде шай ішіп отырған Асылбек Айжанды өзіне шақырып, қашан қайтатынын сұрағанда да, ойында ештеме болмаған соң Айжан, Алла жол берсе, ертең түс қайта Алматыға қатынайтын таксилердің біріне шығамын деп шынын айтты. Жарайды, жолдарың болсын деп тілек тілеген Асылбекке риза болып, ол туралы жаман ойлағанына өзі ұялып отырды. Ертесіне айтқан уақытында кешікпей келген таксиге міну үшін тез жиналып, келін болып жүгіріп жүрген Динарамен қимай қоштасты да таксиге мінуге машинаның жанына келді. Таксидің ішінде бір жігітпен алдыңғы орында отырған бейтаныс әйелді көргенде де, танымаса да, түнде тойда болып бірге қайтып бара жатқандарға ұқсатып еш нәрсені бақылауға алмады. Таксидің артқы жағында отырған жігіттің бетіне бір қарап алды да жанына отырды. Такси орнынан қозғалып үлкен жолға түскен бұрылысқа келген кезде бұларды күтіп тұрған шетелдік машинадан шығып келіп, артқы есікті ашып жанына отырған жігіттің бетіне қарағанда ғана Асылбекті байқап не дерін білмей де қалды. Таксидің жүргізушісі лезде жылдамдығын үдетіп ала жөнелді. Жағдайды айтпай түсінген Айжанның жылап, жалынғанына қараған ешкім де жоқ. Сәлден соң көрші ауылдың бір үйінің ауласына келіп тоқтағанда ғана Айжан айқай салып көліктен түспей қойды. Ашуға булыққан Асылбек Айжанды жұлқылап жіберіп машинадан суырып алғандай болды. Сонда да жалынып, мен саған әйел бола алмаймын, Асылбек, өйткені мен біреудің әйелімін ғой деп жалынғанына қарап жатырған Асылбек жоқ. Алдыңғы орындықта отырған әйел сол кезде ғана Айжанға күліп қарап, артық мінезіңді көрсетпеуге тырыс сіңілім, сен келер жеріңе келдің дегенінде сіз не деп тұрсыз, сіздер кімді басынып жатырсыздар деп Айжан жанталаса бастады. Улап-шулап жүріп, Айжанды үйге кіргізгендер бір-бірінен сүйінші көрімдік сұрап мәз болып жатты. Жылай-жылай жалынып шаршаған Айжан әбден талықсыды. Ең соңында жалынуға да әлі келмеген соң бір үлкен жастағы әйелдің артына тығылып жүрмей қойғанында да, болды енді неменеге бәлденесің сендей болып, талай қыз жылап артынан жарасып жақсы болып жатыр. Асылбекте талай қыздың қолы жетпей жүрген жігіт деп бірі Асылбекті мақтаса, енді бірі мұның әкесінің алдынан өтуге хабаршылар кеткенін, Асылбек екеуінің Алматыда кафеде күліп отырған суретін көрсетіп мазақ қылғандай болды. Ақыры амал жоқ, Айжан көнді, басына желек жамылып шымылдыққа кірді. Қалған жұрт той қамына кірісті. Астанадан жол сапардан оралған Батырхан Айжанның күйеуге шыққанын естігенде ешқандай сенбеді, мүмкін емес деп қайталай берді. Айжан мен Асылбектің кафе ішінде күліп отырып түскен суретінің сыртына жазылған Айжанның хатын оқыған соң бар үміті үзіліп, іздеп барудың да жөнін таппады. Мен арақ ішкіш дегені ғой. Соны өзімде біліп едім деп қос қолымен өзінің шашын өзі жұлардай тарқақтап отырып алды. Ертесіне Аружанды кездесуге кафеге шақырып, кешірім сұрап қайта достасты. Батырханның аяқ астынан бұлай өзгеруінің себебінен бейхабар Аружан түк түсінбесе де жоқ деп айта алмады. Кафеде отырса да Батырханның ішімдікке тапсырыс бермегеніне таң қалып риза болды. Сөз реті келгенде Аружан Батырханға кезінде өзін басып алып, қашқан жігіттен 7 айдай күйеуде болғанын, одан көтеріп кейін өзінің
үйінде туған 5 жасар ұлы бар екенін жасырмай айтты. Оған пәлендей мән бермеген Батырхан ол ұлының қазір қайда екенін сұрады. Ұлым сол кішкене кезінде мамам мен папамның қолында, деп Аружан жасырмай айтты. Сәл ойланған Батырханға ол тұрғанда көп ойланып керілетін уақыты да керек болмады. Бар ойы Айжаннан өшін осылай алмақшы болып. Иә, Ару, мен сені түсінбеппін. Алдағы уақытта бір-бірімізге деген көңіліміз дұрыс болып тұрса, қалған нәрсенің реті келе берер. Деп сол кездесуден кейін Аружанды өзінің квартирасына көшіріп алды. Ал Аружан өзінің квартирасын жалға берді. Асылбек Алматыға Айжанмен бірге келіп, Айжанның оқуын аяқтатып, кей қағаздарын ертерек толтыртып алды да, тағы да келетін болып ауылдарына қайтты. Айжан сол келгенде қалада тұратын курстас қызынан Батырханның баяғы дәрігеріне үйленгенін, қазір бірге тұрып жатқандарын естіді. Ауылдарына барып аман сау тірліктеріне көшкен олар өз жұмыстарымен айналыса бастады. 2 айдан кейін Айжан дәрігерге көрініп, ауыр аяқтылығына сәйкес есепке тұрды. Алайда Айжан ол кезде өзінің құрсағына құмалақтың кімнен түскенін білмейтін еді. Батырхан жас күнінен бері көп адамның өзі туралы қорқақсың, жықсың, жігерсізсің, пысық емессің деген сияқты сөздерінің неше түрлі қазақша, орысша варианттарын естіп өсті. Сырттай қараған адамға артық сөйлемейтін, ырқыл-жырқылмен ісі жоқ, қай нәрсені де саралап салмақтап жасайтын, ол әсіресе қыздарға ұнамайтын. Олар оны мамасының баласы ғой, сараң көкірек өзінше деп ойлайды. Алайда Батырхан тіптен басқа адам еді. Әкесі жағынан алып қарасаң, ол өте текті тұқымнан тараған ұрпақ болатын. Атасын айтпағанда, әкесі өте сөзшең әрі өнерпаз еді. Әсіресе өте өнерлі, келбеті келіскен кісі болған соң, көп ішінен көзі түскен келіншектің басын айналдырып алып, айтқанымен жүргізу ол кісі үшін аса үлкен шаруа емес екен. Қызмет бабында жақсы өсіп, керемет көтеріліп келе жатқанда, кенеттен суға кетіп қайтыс болады. Денесі көп ізделіп, ақырында 2-3 күннен соң басы қара су платинасына сумен ағып келген жерінде құрған ауға түсіп табылады. Көргендердің айтуынша суға тұншығып жаны қиналып өлсе де, бет жүзінде әдемі күлкі жымиған күйі жатыр екен дейді. Анасы Злиха апай болса, аса бір бетіне нұры төгіліп тұрған адам емес болса да, өте сауатты, талапшыл, мектептің еркек және әйел мұғалімдерінің барлығына айтқанын істете алатын, айғайлап сөкпесе де зілді қарапайым сөздерімен ұрысқан адамның қабырғасын қақыратып жіберетіндей аузы дуалы кісі болған еді. Әкесінен жастай жетім қалып, тек анасының тәрбиесімен өте тәртіпті бала болып өскен Батырханның басқаша болып өсуіне қақысы да жоқ еді. Сондықтан не нәрсе жасаса да, тіпті сөйлесе де азырақ ойланып, сөзді саралап барып айтатынын білмейтіндер ол туралы көбіне басқаша ойлап қалатын. Міне осындай көбіне томаға тұйық жүретін, аса еш нәрсеге қызығып ұмтылмайтын Батырханның бағына Аружандай пысық, адамдармен тез тіл табыса білетін, өзіне тиесіліні өзгеге бере қоймайтын әйелдің жолығуы өте оңды нәрсе болды. Батырханның осал тұстарын байқап ескере білген Аружан арасында еркелеп болса да Батырханның ісіне ықпал жасап отырады. Алайда мынаны мен істедім, саған жақсылық жасадым деп еңбегін еш бұлдаған да, пұлдаған да емес. Батырхан жоғары оқу орнын бітірген соң жеке меншіктегі журналда жұмыс жасап жүргенінде жолыққан Аружан әкесінің абыройлы достарын жағалап жүріп, оны үкіметтік газетке ауыстырып, одан соң көп ұзамай әкімшіліктің баспасөз қызметіне де басын сұқтырып орналастырған еді. Алайда бұл туралы бейхабар Батырхан менің өз еңбегім бағаланып өсіп келе жатырмын деп ойлаушы еді. Әрі Аружан да еш тіс жармай қайта Батырханды қоштап, мақтап қояды. Міне менің күйеуім осындай болу керек еді. Соған сәйкес сені де талантты, еңбекқор болғаның соң өсіріп жатыр деп мерейін асырып қояды. Батыр, Айканың апайын қашан қонақ қыламыз? Біріншіден, алмақтың да салмағы бар дегендей, қызымызға оң көзімен қарайды.
Ал шынымды айтсам, ол келіншек маған ұнап қалды. Өмір көргендігі мұңлы көздерінен көрініп те тұр. Мен тіпті Айжан апайымен жақын дос болғым келеді дегенінде, әншейінде көп сөйлемейтін Батырхан тіпті сасып қалғандықтан не я болмаса жоқ дерін білмей қалды. Жарайды, Ару, керек десең Айарудың күнделігінде телефон номері тұр ғой, өзің сөйлесте ұйымдастыра берші. Менің қазір басым басқа нәрсеге қатып жүр, деп қашқақтады. Жарайды қожайын, сіз ұлықсат берсеңіз, қалғаны 5-минутный дело ғой, деп Аружан жарнамадан жақсы сервировкасы, дәмді мәзірі бар келісті кафелерді тарақтай бастады. Ой, сонда соншама жұмыс қылып, немене қаладағы дәмханаларды көрмей жүрмісің? Талайына бардық қой. Солардың біріне шақыра сал. Тіпті үйге шақырып та құтылуға болады, деп Батыр әдейі айтып еді. Аружан қабағын жиып алып, Батыр, сен тіпті дұрыс жаққа кетіп бара жатқан жоқсың. Айканың апайы ол сенің 2 күнің бірінде әр нәрсені сылтауратып келіп кетіп жатқан Нұр Отаның емес. Баламыздың болашағына дұрыс бағыт беретін, білгенін үйретіп, білмегеніне бірге жететін ұстазы жақсының ұстанымы да жақсы болады деп бекер айтылмайды. Сондықтан ондай жандарға құрметпен қарау керек. Әрі өзімізде себеппен бірге отырып дем алып қайтамыз, деп біраз айтып тастады. Онсыз да іші жек көрмей тек сыр алдырмайын деп сырғақтатып тұрған Батырхан Аружанның мына сөзіне риза болғандықтан жанына келіп отырып келіншегін қаусыра құшақтады. Негізі сенің ақылыңның екеуінің тым болмаса біреуін орындап қою керек, деп Аружанды маңдайынан сүйді. Христиандар ғана әдетте өлген адамды маңдайынан сүйеді. Мені тек папам ғана маңдайымнан сүйетін. Дей келе, сүйемін десең ерніміз тұр ғой, добалдай болып, деп еркелеп тағы күлді. Қойшы, қайдағыны соқпа, өлген адамды деп айтпайды. Добалдай емес, маған сенің ернің ғана емес, бар денең ұнайды жаным, дегені не майдай еріп, тоңдай жібіген Аружан Батырханды мойнынан құшақтап, маңдайына түйістіріп тұрып, көзіне қарап біраз отырды. Ару, саған не болды деп таң қалған Батырханға сәл үндемей отыр. Сенің қаншалықты шын айтқаныңды тексеріп жатырмын, деді де, болды, өкпеледім, жартысын өтірік айтыпсың, деп қайта жөнделіп отырды. Осы кезде бөлмесінен шыққан Айару қызы, әкем мен анам паркте отырғандай отыр ғой. Немене жастық шақтарыңыз естеріңізге түсіп кетті ме тал түсте? Деп күлді. Несі бар? Отырмыз өзімізше. Сен де біздің жасымызға келерсің, қызым. Сонда түсінесің, жақсы көруді, деп Аружан орнынан тұрып ас бөлмеге беттеді де, айтқандай қызым, мен қазір сенің Айжан апайыңмен сөйлесіп, жақсы бір дәмханаға шақырғалы отырмын, деп еді Айару. Я, дұрыс болар еді, өйткені өткенде апайым менен сіздерді сұрады, ұнап қалғансыздар ау, деп өзіне ғана дайындаған бір кружка шайын алып, Айару бөлмесіне беттеді. Солай ма? Деп мәз болған Аружан, апайыңнан келесті біле салшы, кім көбірек ұнапты, мен бе, жоқ әлде әкең бе? Деп онан сайын мәз болды. Иә, жүрейінен декордағы елші бол. Бірақ та тоқтаңыз, әкем көп ұнаған-ау, себебі әкемді 2 қайтара сұрады, деп Айару әкесіне қарап көзін қысып қойды. Телефонына қарап отырған Аружан қызының мына сөзін естіп, мені сөйлесін деп жынды қылып отырсың. Қу қыз, мейлі солай-ақ болсын. Әкең тоқал қылып аламын деп қаласа да қарсы емеспін, деп ары қарай телефонмен сөйлесіп кетті. Алло, сәлематсыз ба, Айжан апай, жақсысыз ба? Мен Айарудың анасы Аружанмын. Иә, өткенде тойда танысып едік қой. Иә, сәлематсыз ба, есімде. Иә, айта беріңіз. Айаруды сұрайын десеңіз, сабағы жақсы, үлгерімі өте тамаша, деген Айжанның әдеттегідей әдемі даусы тіпті сызылып сыңғырлап тұрды. Рахмет қызым туралы ақпарат бергеніңізге, алайда мен сізді дәмханаға қонаққа шақырайын деп едім. Жақын танысып білсейік, дос боламыз, деп Аружан телефон тұтқасын келесі құлағына ауыстырды. Ой, әуре болмаңыздар, әрі басқа ата-аналар көрсе басқаша ойлап қалар, деп Айжан қашырып еді. Жоқ, ондай ата-аналарға бас ауырта берсеңіз тез қартаясыз. Айжан апай сонымен ертең
күн жексенбі екен, осындай уақытта жаңа Меганың жанына келсеңіз күтеміз. Рахмет, жарайды, деді Айжан. Көптен бері ешкіммен ашылып сөйлеспеген едім, барсам барайын деген Айжанның телефонының арғы жағында ұлына сөйлеп жатырған дауысы көңілді естілді. Айжан апайы, мен жаныма аяруды ертіп барам. Ертіңіз, қарсы емеспін, деген Айжанға. Сіз де ұлыңызды ерте келіңіз, артығы жоқ, балаларда таныссын. Үмітсіз шайтан мүмкін, құда-құдағи болып қалармыз. Жарайды, әзілім ғой, әзірше сау болыңыз, деп күлген күйі Аружан телефонын өшірді. Аружанның телефонымен хабарласып дәмханаға шақыруын қабылдаса да, Айжан оның танысайық, дос болайық дегенінен кейін бір нәрселер ойына түсіп аздап ойланып қалды. Кезінде Асылбек алып қашып, екеуі үйленгеннен кейін Айжан ауыр аяқтылығына байланысты орталықтағы емханаға көрініп, автобуспен қатынап жүрген еді. Түс қайта ауылына жүретін автобусқа отыруға автобекетке келсе, жүргінші адамдар көп болып, бос орын қалмапты. Тәуекел, не болса да амалдап қайта берейін деп тұрғанда, қарсы қатарда отырған әдеміше келген қара көздері мөлдіреп тұрған өзі шамалас келіншек орнынан тұрып өзіне шақырды. Рахметін айтып, орынға жайғасқан Айжан шаршағанын енді сезініп жақсы болып қалды. Бұл кезде Айжанның іші кәдімгідей білініп қалған еді, соны көріп әлгі келіншек орнынан ұсындау шамасы. Автобус ішінде өзінен ұзамай жанында тұрған келіншекке көзі түскенде, оның бұған қарап, күлімсіреп, бірдеме айтқысы келіп тұрғандай екенін сезді де, не болды деп сұрағандай ымдап еді әлгі келіншек. Үндемеңіз дегендей саусағын ерніне тигізіп ымдады. Айжан түк түсінбесе де жарайды деп келіскендей болды да, жайменен жан-жағына қарап, бірі қалғып, енді біреу мүлгіп келе жатқан жолаушылардың ішінен бірде екісі шынымен бұған сұқтана қарап келе жатқандай болды. Айман-шама не болды, шамасы сырт кейпінде бір нәрсе дұрыс болмай тұр-ау деп қуыстанған Айжан үсті басын біраз сипалақтады. Онысын байқаған әлгі келіншек, жоға, бәрі дұрыс деп тағы да ымдап күлімсіреді. Еш нәрсе түсінбеген Айжан тіпті орнынан тұрып кете жаздады. Сол кезде қарсы бетте отырған үлкен кісі әлгі келіншекке, немене, жайыңа тұрсаңшы, дегенде қабағын түйіп ымдады. Келіншек апайдан кешірім сұрағандай, жарайды деп келіскенде қарсы ымдап еді, екеуі бірдей Айжанға қарап күлімсіреді. Түк түсінбеген Айжан өзін мылқаулардың арасында келе жатқандай сезініп, не болғанда да осы жұмбақтың шешуін табуды ұйғарды. Автобус ауыл шетіне кіріп, 2-3 аялдамадай жүрген соң, әлгі келіншек жанындағы апай екеуі түсуге ыңғайлана бастағанын байқап, Айжан да өзінің түсер жеріне әлі біраз бар екенін біле тұра, солармен бірге келесі аялдамада автобустан түсіп қалды. Мұның өздерімен бірге түскеніне әлгі келіншекпен қасындағы енесі таңырқап қарап қалды да, әлгі келіншек, сіз автобустан ерте түсіп қалдыңыз ғой, байқамай қалмадыңыз ба? Деп сұрады. Жоқ, сіздермен танысып сөйлесейін деп әдейі түсіп қалдым, деді де, жаңа автобуста маған нені ымдап айтқаныңызды толық түсінбедім, соның себебін сұрайын деп едім, деп беттеріне қарағанда жанындағы енесі, айттым ғой саған, Жамал, жүрегін жаралайсың деп айтқанмын, дей беріп еді. Әлгі келіншек қайтпай, ештеңе етпейді, қайта шындықты білгенім дұрыс деп Айжанға қарап, менің есімім Нұржамал, жай ғана Жамал дей берсең болады. Мына кісі менің енем, екеуміз дос қыздардай әңгімелесе береміз. Мен сенің күйеуің Асылбектің екінші әйелі болғанмын, дегенінде Айжанның көздері шарасынан шығып кете жаздады. Қалайша, түсінбедім, сонда қалай екінші, деп Айжан сасқалақтап қалды. Солай, ал менің алдымдағы бірінші әйелі Гүлжан өте жақсы әйел еді. Көрші ауылда тұрады. Қазір отбасы, бала шағасы бар. Сонымен сен үшінші әйелі боласың. Дегенінде тіпті сасқалақтаған Айжан кейін қарай қаша жөнелгісі келді. Сонда маған дейін екі әйелі болған ба? Шек сұрын екен ғой, деп Айжан жыламсырай бастағанда Жамал, жылағаннан келер еш пайда жоқ. Боларың болды, бояуың сіңді. Енді мына ішіңдегі балаға қара. Аман сау босанып ап, қалғанын көре жатарсың. Хабарласып тұрайық,
Дос болайық. Айлас қатын мұңдас демей ме? Деді. Айжан тағы аузын аша беріп еді, жандарына келіп тоқтаған жеңіл машинадан жас шамалары қатар екі жігіт бұлармен бауырларша амандасып сөйлесіп жатты. Жамалға еркектерше қол беріп амандасқан олар шамасы құрдастары болса керек, қалжыңдаса бастады. Жарайды, тағы кездесеміз ғой. Мыналар күйеуімнің құрдасы, достары ғой, қалжыңдай береді. Мен анау көк қақпалы үйде тұрам, қонаққа келсең де болады, деп Жамал әлгі жігіттердің көлігіне заттарын сала бастады. Осы кезде үйге кірген ұлы бірдемелерді сұрап Айжанның ойын бөліп жіберді. Жарайды, өтеш, өзім тауып бермесем таба алмайсың, бір жерге қойып едім, деп ұлының сұраған затын тауып беру үшін орнынан көтерілді. Өмір осынысымен қызық, дегенмен кей тығырыққа тірелген кездерде адам баласының басы қатып кетеді. Шығатын жол таба алмай қиналасың. Тек әйтеуір аман сау өткен соң еске алуға жақсы демесең, аса жақсы жағдайлар емес екенін түсініп отырған боларсың, оқырманым. Адам айта береді, армандаудан жалықпайды, алайда Алла ғана барлығын өз дегенімен жасайды. Алла айтады екен, барлығын өзім жасаймын, алайда пенделерім бір-бірінен көреді деп. Күні кеше ғана Айжан көп нәрсені жоспарлап, қиялдап жүрген еді. Қазір болса шым-шытырықтан басы қатып та кетті. Бәрі жұмбақ болып кетті ғой тіпті. Алматының төрінде алаңсыз жүрген Айжанның кішкентай ауылдың ішінде бар өмірі быт-шыт болар деп кім ойлаған. Сонымен әрі кеттік. Мойны салбырап, ауыр сөмкесін әрең көтеріп, Айжан орталықтағы үйлеріне әзер жетті. Қақпадан кіргенде алдынан шыққан атасы мұның қуарып кеткен түрін көріп, айналайын-ау, айтпадың ба алдыңнан шығып күтіп алар едік қой дегенінде Айжан заттарын жерге қоя сала жылай бастады. Немене, айналайын, бір жерің ауырып тұрма, не болды, неге жылайсың деп сұрағанымен жауап ала алмаған соң атасы үйге қарай заттарын алып бара жатып, кемпір-ай, кемпір қайдасың? Қайда құрып кеттің? Кемпір, деп айғайға басты. Атын атайын десе, кемпірінің аты қапелімде аузына түспей жатты. Әй, кемпір, ой, әкеңнің аузына сүйейін деп жақын маңда бар боқтықтың бәрін санап шықты. Ау, шалау, не болды? Ана көрпені көктеп бітіріп тастайын дей қойып едім. Айтсаңшы енді не болды? Деп кемпірі жас келіншек болып жүрген кезінен еті үйренген шалының айқайымен боқтығы кемпір үшін кейде шалынан өмір естіп көрмеген айналайын сияқты сезіледі. Осы жолы ерекше ентіккен шалы. Не болушы еді, бар ана келіннің бүктеліп жылап отыр. Қара басқыр үйге емес, шық шарбаққа. Келін, жерде отыр сонда. Қолыңдан не келеді, бәрін жаста. Осыдан сол іштегі балаға бірдеме болса ренжімеңдер. Бәріңді қырам, жет әкеңнің аузына сүйейін. Тамайттар, осыдан келін осы баласынан айырылса. Кемпір, Яптаймат, мен сенен айырылам деген атасының сөзін естігенде Айжан еріксіз күліп жіберді. Мұнысын көрген атасы одан сайын кемпіріне айқайлап, айттым ғой кемпір, қайдасың? Келінге бар, байлаңғыр тез бар, деп одан сайын кіжіне бастады. Болды бай балам салма, не бол? Өзің айтсайшы түсіндіріп. Не түсіндіретін бар? Ана келін жылап отыр. Жаңа жылап отыр еді, енді күліп жатыр. Көтеріліп кетті-ау деймін, деп шалы одан сайын безектеді. Енесінің көмегімен орнынан әрең тұрған Айжан амалдап үйге қарай жылжи бастады. Кішкене шыда Айжаным, қазір дәрігерлер келеді. Бәрі жүйкенің әсері ғой, шыдашы. Жарайды, шыдайын апа, жедел жәрдем шақырмай-ақ қойыңдар, деп Айжан диванға отырып тағы сәл көзін жұмды. Есігін ашып, қолында кружкада кішкене шайы бар. Енесі кіргенде Айжан тағы жылай бастап, апау, Асылбектің үшінші әйелі екенмін ғой, апау, деп көз жасына ие бола алмады. Енесі сәл ойланып тұрды да, қарағым, ондай жағдай болғаны рас. Біреу болмаса біреу жыбырлап айтады-ау, бәрібір естейді деп өзім айтып берсем бе, деп жүредім.
Неге о баста айтпадыңыз, апа? Неге жасырдыңыз? Бәрібір естейтінді білсеңіз, қор қылдыңдар ғой мені, деп Айжанның тағы көз жасы домалай бастады. Иә, менің алтындай баламды Алла мойнына сынақ салып сандалтып қойғаны рас. Бірақ сен келіп көкірегім жылаудан арылып ет, айналайын, сабыр қылш, құлдығың болайын. Өмірім біткенше садағаң болайын, кетем демеш. Ана іштегі балаң әкесіз болып туады ма? Балаңдай аш, тым болмаса, деп Батырханның анасы аңырап жылады. Сәл талықсып ұйықтап кеткен Айжанның енесі тынысын тыңдап біраз тұрды да, полда жатқан қоңыр орамалды қолына ұстап бөлмесінен шықты. Үлкен қонақ бөлмені ерсілі қарсылы кезіп жүрген атасы кемпіріне алая қарап тұрды да, туй, қой, қолыңдағы сүлгім ет, мен келіннің баласы түсіп қалып, соны алып шықтым екен деп жүрегім зуылдап кетіп еді, деп шалы салқын су іше бастады, сәлден соң сыртқа шығып кетті. Кешке жұмысынан шаршап келген Асылбектің де арғы бөлмеге кетіп бара жатқанын байқап, Айжан тамағыңды ішіп алсай, сосын жатарсың дегенінде Асылбектің тамақ ішкенмін дегенін естіді де Айжан хрустальдай шарт сынды. Бөлмесіне артынша ере кірген Айжан: қараш мұны, бұл тамақ ішіп келіпті. Мен үйде күтіп отырмын, ал бұл тамақ ішіп келіпті. Өй, саған не бұл? Айжан, кетері немене, қайдан тамақ ішкеніме дейін айтып отырайын ба саған? Айтасың, айттырамын. Айжан, қойшы енді, шынымен шаршап тұрмын, деп еді Асылбек. Жоқ, айтасың, қай қатыныңның үйінен ішіп келдің? Бірінші қатыныңмен бе, жоқ әлде екіншісімен бе? Айт, үшінші қатының сұрап тұр ғой, Дон Жуаным, деді Айжан кекесін дүнімен. Міне мәселе қайда жатыр. Кім айтып үлгерді екен саған, деп Асылбек тісін шықырлатты. Айтасың ба жоқ па, деген Айжанға асықпай орнынан тұрған Асылбек. Болса да естіген екенсің. Енді барып сол кімнен естісең, соның үйіне барып аяғына дейін тыңдап кел, деп мұның омырауынан итеріп, қолын қайырған күйі далаға шығарып жіберді де есікті іштен кілттеп алды. Барамын, әрине барамын, мұны аяқсыз тастамауым керек, деп айғайлаған Айжанның дауысы біразға дейін естіліп тұрды. Сәлден соң үйден енесі шығып, есік алдында бүрісіп отырған Айжанды айналып, толғанып, үйге кіргізіп алды. 3-ші бөлімнің соңы. Авторы Тимур Шолан. Оқыған Нұрлыгүл Өтемсізқызы.